Баршаңызға сәлем, менің әлеуметтік желідегі достарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өте дәмді, әрі әдемі, дастарханыңыздың сәнін беретін салат жасайын деп жатырмын. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Егер менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің салатыма қажетті құрамның бәрін мен жуып, пісіріп, турап, әзірлеп қойдым. Шпинат жапырақтары, қызылша, апельсин, творожный сыр, горчица, соус, чили, тұз алдым. Енді осылардың бәрін әзірлейтін боламыз. Мен жапырақтар өте ұзын болғандықтан 2-3-ке бөліп алдым. Және чили соусынан біразғантай құйып араластырып қойдым. Енді қоспамызды әзірлейміз. Өсімдік майына қыша, лимон сығындысын және чили соусын қосып, бәрін жақсылап араластырып қоям. Енді салатымызды жинаймыз. Жаңағы турап қойған қызылшамды және апельсинімді шпинатымның үстіне салып, әзірлеп қойған қоспамды қосып жақсылап араластырып аламын. Шпинаттың дәміменен салат өте дәмді болып шығады, ерекше дәм болады, береді. Міне осылай әбден жақсылап араластырып алғаннан кейін тәрелкемізге саламыз. Бетін әдемілеп тегістеп алғаннан кейін мен біразғантай тағы да туралған қызылша және апельсин алып қойған болатынмын. Соның бетіне кішкене әдемілеп жіберейін деп қойып жатырмын. Апельсиндерімді де осылай бетіне әдемілеп қоям. Қызыл түс пен сары түс, жасыл түс олар өте әдемі рең береді. Сонымен қатар творожный сырымды да осылай салып жатырмын. Әрбір жеріне. Енді оның үстіне араластырып қойған қоспамды, дайындап қойған қоспамды қосып, үстіне тағы себезелеп қойдым. Міне осындай салат шықты. Енді айналасын кинза жапырақтарын салып қойдым, жұпыны болмасын деп. Енді бетіне әрбір жеріне грек жаңғағында қойып жатырмын. Осындай әдемі салат пайда болады. Көп нәрсенің қажеті жоқ. Үйдегі бар тағамдарыңызбен осылай қосып жасай салсаңыз болады.